болып жатыр? Қандай көпіршіктер шығады? Ендеше ол көпіршіктерді қайдан шығатынын білгіңіз келе ме? Қане онда зерттеп көреміз бе? Жарайды, жүріңіздер балалар, зерттеп көрейік. Балалар, жаңа біздер көпіршіктердің қалай пайда болатынын зерттеп көреміз, иә? Зерттейміз бе? Ендеше бізге керек алдымызда су, иә? Судан кейін күнделікті қолданып жүрген біздің су сабынымыз алдымызда тұр, иә? Су сабын күнде қолданамыз, басымызды жуамыз, иә? Шаштарымызды, қолымызды жуамыз. Енді көпіршіктің қалай пайда болатынын бастаймыз. Бірінші су сабынды ашамыз, суымызға құямыз. Бәріміз құйдық па? Құямыз. Енді алдымызда қыл қалам тұр. Сол қыл қаламмен банағы су сабынымызбен суды араластырамыз, кәне. Араластырамыз. Қараңыздаршы балалар, көпіршік шығып жатыр ма? Әдемі, ғажайып көпіршіктер шығып жатыр. Қараңыздаршы, кімде көпіршік пайда болып жатыр? Әдемі, ғажайып көпіршік, е? Қыздар, қараңыздаршы, әдемі ғажайып көпіршігіңіз шықты ма? Міне балалар, енді осы көпіршіктің үстіне суретте салуға болады. Қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі. Көктем мезгілінде ауа райы қандай құбылыстар болады? Айтайықшы. Айтыңыздаршы. Гүл болады, дұрыс айтасыз, терек болады. Күн болады. Теректің түсі қандай болады балалар? Жасыл болады. Өте дұрыс айтасыздар. Енді балалар көктем мезгілінің құбылыстарын көпіршік бетіне сурет арқылы бейнелейтін боламыз. Иә? Кімне салғанын біле беріңдер. Балалар, қараңыздаршы, әдемі көктемнің құбылыстарын салып жатырық та. Даяна, сен не салып жатсың? Күннің суретін салып жатсың. Өте дұрыс. Күн бізге не береді? Жылуын, да? Шуағын береді көктем мезгілінде. Дұрыс. Милана, сен не салдың? Нен сурет? Жаңбырдың, бұлттың суретін салып жатыр екенсің, да? Өте жақсы. Медикон, сен не салдың? Жапырақ. Жапырақ, теректің жапырағы, дұрыс. Өте әдемі шығып жатыр ма? Айзере, сен ненің суретін салдың? Гүлдің, әдемі гүлдің суретін. Балалар, қыздар, мен де әдемі гүлдің суретін салдым. Қане әдемілеп қояйық, иә? Жарайсыңдар, қыздар. Көпіршік қандай әдемі сурет салдыңдар көпіршіктен. Жай көпіршік емес, өзінің қаншама ғажайып сырлары бар екен. Жарайсыздар, қыздар. Бүгінгі көпіршіктер зерттеу сіздерге ұнады ма? Рахмет сіздерге. Өте әдемі зерттеп шықтық, иә? Әсем байтақ